Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай жасалатын әрі дәмі де керемет болып шығатын алмадан осындай пирог дайындаймыз. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен жұмыртқаларымызға шекерді салып, 2 есе ұлғайып, аппақ болып ағарғанша миксерлеп аламыз. Міне осылай ағарғаннан кейін сары майымызды ерітіп, үстіне құйып, тағы да араластырамыз. Бөлек ыдысымызға електен өткізілген ұн мен қамыр қопсытқышымызды жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 1-2 қасықтан жұмыртқалы массамызға сала отырып миксерлейміз. Алманы осылай майдалап турап, қамырымызға салып, жақсылап араластырамыз. Қамырды осылай төменнен жоғары қарай қасығымызбен қозғай отырып, жақсылап араластырамыз. Енді формамыздың астына пергамент қағазын төсеп, қамырларымызды құямыз. Менде форманың диаметрі 20 см. Бұл алма пирогы 170-180 градуста 50 минуттай пісіп шығады. Пирогтың бетін әсемдеу үшін осылай алманы жұқалап турап, бетіне қойып шығамыз. Пирогымыз осылай пісіп шықты. Жан-жағына жабысып қалмас үшін форманың шетіне осылай пышақты кіргізе отырып басып шығамыз. Бетіне әсемдік үшін осылай қант ұнтағын сеуіп, кесіп жей берсеңіздер болады. Осымен біздің алмалы пирогымыз дайын. Жасауға да уақыт көп кетпейді, әрі шаймен өте дәмді болып елеседі. Жасап көріңіздер, ас болсын.